Сіздерме, менің есімім Айман Құрбанбаева. Бүгінгі видеода қолхат туралы әңгіме қозғаймыз. Қолхат ақшалай қаражатты, құжаттарды, мүлікті, жүкті алу, міндеттемелерді орындау, наразылық болмау және тағы басқа фактісін куәландыратын жеке сипаттағы құжат. Қолхатты тараптардың бірі жасайды, қол қояды және екінші тарапқа береді. Мысалы, бір адам екінші адамнан белгілі бір сомадағы ақшаны алады. Ол соманы алғаны және ол көрсетілген мерзімді қайтару міндеттелетіні туралы қолхат жазады. Бұл қолхат ақшаны берген адамға беріледі. Қарыз өтелген кезде қолхат оны жасаған адамға қайтарылады. Олай болмаған жағдайда қолхат шығынды өтеу үшін сотта қолданылуы мүмкін. Қолхатта сотта дәлел ретінде пайдалану үшін оны дұрыс рәсімдеу керек. Қарыз беру туралы қолхатты қалай дұрыс толтыру қажет? Құжаттың ішінде қолхат немесе қарыз шарты деп жасалып көрсетіледі. Қолхаттың рәсімделген қаласы, қолхаттың мерзімі, талаптар туралы мағлұматтар, ақша алушының аты жөні, жылы, туған күні, айы, ЖСН, жеке куәлігінің нөмірі, берілген уақыты, мекен жайының тұрғылықты орны, тағы басқа мағлұматтар, ұялы телефоны. Бұл сотта күмәнді жағдайлар туындамас үшін өте нақты дәлелдемелер болып саналады. Берілген соманы міндетті түрде жазбаша көрсету қажет. Және де ақшаны қайтару мерзімі анық көрсетілуі керек. Және қарыз алушы өз қолымен қолхатты толтыру қажет. Міндетті түрде қай уақытта берілетінін өзі емін-еркін жазып отырған туралы мағлұматтарды қолхат ішінде көрсетуі қажет. Сот арқылы қарызды қалай өндіруге болады? Сотқа жүгінбес бұрын қарыз алушыға бұл туралы ескерту қажет. Егер жауап беруші сотқа дейінгі талапқа бей-жай қарап, сот туралы шақыру қағазды елемесе, сот сырттай шешім қабылдауы мүмкін. Және қарыз берушінің пайдасына шешіледі. Талап арыз жауап берушінің тіркелген мекен жайы бойынша беріледі. Талап арызында көрсетілген сомадан мемлекеттік баж салығына 1% жеке тұлға төлейді, ал заңды тұлға 3%-ға жуық ақша төлейді. Сотқа арызды жауапкердің тұрғылықты мекен жайында орналасқан аудандық сотына жазбаша талап арызымен беріледі. Талап арызына тіркелетін мынандай құжаттар: жеке куәлігінің көшірмесі, талап арызы жазбаша түрде, мемлекеттік баж салығының түбіртегі және қолхаттың түпнұсқасы. Сіздерге бергім келген ақпараттар осылардан тұратын. Қош, сау болыңыздар.